Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Гүлназ. Бүгінгі сабағымыз алдыңғы сабағымыздың жалғасы. Алдыңғы сабағымызда біздер көйлектің жоғарғы бөлігін тоқып үйренген болатынбыз. Бүгінгі сабағымызда көйлектің төменгі бөлігін тоқитын боламыз. Видеоны қарамас бұрын достар, каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Төменгі бөлігін тоқу үшін біздер соңғы қатардағы петля санын санап алуымыз қажет. Біздің узорымыз дұрыс түсу үшін петля саны бізде 3-ке бөлінуі қажет. Менде петля саны тоққан кезде 107 петля болды. Мен бір петля қостым. Яғни 108 петля. Яғни 108 бізде 3-ке бөлінеді. Ары қарай біздер узорымызды тоқып бастайық. Ол үшін 3 воздушный петля тоқимыз. Осы петляға тағы да столбик с накидом тоқимыз. Үш воздушный петля тоқимыз. Осы петляға столбик с накидом тоқимыз. Және тағы да столбик с накидом тоқимыз. Енді келесі 2 петляны тастаймыз. 3-ші петляға столбик с накидом. Осы петляға тағы да столбик с накидом. 3 воздушный петля. Тағы да 2 столбик с накидом тоқимыз. 1-2. Енді тағы да 2 петляны тастап, 3-ші петляға столбик с накидом, столбик с накидом, 3 воздушный петля, столбик с накидом, столбик с накидом. Біздің узорымыз осындай. Яғни 2 петляны тастаймыз, 3-ші петляға 2 столбик с накидом, 3 воздушный петля, тағы да осы петляға 2 столбик с накидом. Осылайша тоқып шығамыз. Қатарды айналдыра тоқып шығайық. Қатарды соңына дейін тоқып алдым. Енді 3-ші воздушный петлямен біріктіреміз да қатарды аяқтаймыз. Енді келесі қатар тоқу үшін біздер мына 2 столбиктің ортасына келуіміз керек, яғни веерға келуіміз керек. 3 воздушный петля тоқылған жерге. Ол үшін бірінші келесі петляға міне столбиктің петлясына біріктіріп аламыз. Онан кейін мына жерге біріктіреміз. Біздер ортасына келдік. Енді келесі қатар тоқимыз. Келесі қатар тоқу үшін біздер 3 воздушный петля тоқимыз. 3 воздушный петля бұл бізде бір столбик с накидымды алмастырады. Енді осы жерге тағы да столбик с накидым тоқимыз. 3 воздушный петля. Осы жерге 2 столбик с накидым, кешіріңіздер. 2 столбик с накидым. Енді келесі 2 столбик с накидым, 3 воздушный петля, 2 столбик с накидым. Ортасына 3 воздушный петля. Бар жерге 2 столбик с накидым, 3 воздушный петля. Осы жерге тағы 2 столбик с накидым тоқимыз. Ары қарай тура осылай тоқитын боламыз. Яғни 2 столбик с накидымның ортасындағы 3 воздушный петляға 2 столбик с накидым, 3 воздушный петля, 2 столбик с накидым тоқып шығамыз.
осылайша қатарды соңына дейін тоқып шығамыз. 3 воздушный петля, 2 столбик с накидом. Егер сіздерге 3 воздушный петля көп болып көрінген болса, яғни сіздерде қатты пышный болып кеткен болса, мына жерде петля сандарыңыз көбейіп, мына жерде узорымыз көп болып кеткен болса, сіздер 3 воздушный петля емес, 2 воздушный петля тоқсаңыздар болады. Немесе қатты пышный болған қаласаңыздар, мына жерде 4 воздушный петля тоқуға болады. Енді ол өздеріңіздің қалаларыңыз бойынша. Маған осы 3 воздушный петля жеткілікті. 2 столбик с накидом, 3 воздушный петля, 2 столбик с накидом. Өте оңай. Осылайша біздер қатарды соңына дейін тоқып шығамыз. Онан кейін келесі қатарда да тура осылай тоқитын боламыз. Яғни әрбір қатарда біздер осы 3 воздушный петляны, 2 столбик с накидымның ортасында 3 воздушный петляға тоқитын боламыз узорымызды. Яғни біздің узорымыз осылай тоқылады. 2 столбик с накидом, 3 воздушный петля, 2 столбик с накидом. 2 столбик с накидом, 3 воздушный петля, 2 столбик с накидом. Осылайша біздер тоқимыз. Осы қатар тоқимыз. Осы қатар тоқып болғаннан кейін тағы да 3-ші воздушный петляға біріктіреміз да. Онан кейін қатарды аяқтаймыз. Келесі қатар тоқу үшін манағыдай бірінші мына петляға өтіп аламыз, онан кейін мына ортаға өтіп аламыз. Яғни 2 столбиктің ортасына 3 воздушный петляға өтіп аламыз. Сонан кейін тура осылай тоқитын боламыз. Әрбір қатарда осылай тоқитын боламыз. Осылайша өзімізге қажетті длинада тоқитын боламыз. Яғни қай жерге дейін, тізеге дейін, тізеден төмен, тізеден жоғары деген сияқты өзімізге қажетті длинада тоқимыз. Қазір мен тоқып алайын, сонан кейін сіздерге қанша қатар, қанша сантиметр тоққанымды айтатын боламын. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Ары қарай көрсетудің қажеті деп ойлаймын. Қажеті жоқ деп ойлаймын. Ары қарай тура осылай тоқитын боламыз. Әрбір қатарда өзімізге қажетті длинада тоқып шығайық. Мінекей мен тоқып алдым. Менде көйлегімнің длинасы 40 сантиметр болды. Яғни мына жерден бастап, мына төменгі бөлігіне дейін 40 сантиметр. Онан кейін мына арқасына мынадай түйме тігіп қойдым. Мына филейный узордың біріншісіне мінекей іліп қойдым. Мына жерге сіздер обвязка жасасаңыздар болады столбик без накидамен, бірақ мен жасаған жоқпын столбик без накидамен обвязканы. Сіздер қаласаңыздар жасасаңыздар болады столбик без накидамен. Мінекей осылай 2 түймені тігіп қойдым. Мінекей біздің көйлегіміз. Онан кейін осындай ремен тоқыдым. Яғни бұл бізде негізі повязка. Осындай повязканың тоқылуы менің каналымда бар. Сілтемесін описание қалдыратын боламын. Бірақ осындай ременге де өте әдемі болып тұрады екен. Сондықтан осылай тоқыдым да, тек мынау несін шнурын ұзынырақ етіп алдым екі жағы. Повязка сабағында бірден осылай тоқылған, яғни бір бөлігінде ғана тоқылғанда, екінші бөлігіне осылай қоса салған. Ал сіздер мына жерде екі жағына да тоқисыздар да, солай ремен жасауға болады. Мінекей осындай ремен өте әдемі көрінеді. Онан кейін мына жерде бізде қолдың астына, қолтықтың астына осындай ременді өткізетін тоқыдым. Яғни мына бізде ременнің шнурогы бар ғой,
солай етіп мына жерге тоқыдым. Тура осылай тоқылады. Неке осы жерден өткіземіз. Осылай. И мына жағына да осылай өткіземіз. Бұл ременді ярнард джинспен тоқылған. Ақ түсімен. Онан кейін арқасынан байлаймыз да, енді мына ременді мына жерден тігіп іліп қою керек екен. Өйткені былай тұрған кезде былай түсіп кете береді екен да. Сондықтан мына жерден бір 3 жерінен ба іліп тоқып қояды, тігіп қоямын. Неке. Қазір тігіп алайын, содан кейін сіздерге көрсететін боламын. Неке мен тігіп алдым 3 жерінен. Сонымен біздің көйлегіміз дайын. Осындай әдемі көйлек. Достар, сіздерге видео сабақ ұнады деген ойдамын. Егер видео сабақ бойынша қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментария қалдырыңыздар, видеоға лайк басыңыздар, каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі сабағымызда кездескенше сау болыңыздар.